Тағы да сәлеметсіздер ме? Біз тұрған жер Хандар кесенесі мемориалдық ескерткіші. Кесене биіктігі 14 метр, 8 қабырғалы, төбесі күмбезді жабылған. Сыртқы беті ою өрнектермен көмкерілген. Қабырғалардың ортасында сарайшықта жерленген Алтын Орданың 3 ханы Мөңке Темір, Тоқтағу, Жәнібек және Ноғай Ордасының 3 биі Әмір-Оқас, Шейх Мамай, Жүсіп және де Қазақ хандығын билеген Қасым ханға арналған символикалық құлпытастар қойылған. Бұл құлпытастардағы қара мрамор тақтайшаға хандар мен билердің есімдері, билік жүргізген жылдары жазылған. Идея авторы Иманғали Тасмағамбетов, сәулетшісі Сайын Назарбеков. Алдарыңызда тұрған алманың ағашы ел арасында киелі ағаш деп аталады. Сарайшықта 70-ші жылдары үлкен алманың бағы болған, кейін үкімет ауысқан кезде ол бақ қараусыз қалып жойылған. Халық өз тарихын білсін деген және жеміс ағашы киелі ағаш деп халық арасында айтылғандықтан, осы алманың ағашын кесенені толықтыру мақсатында декорация ретінде қойған.